Енді қыздар осы ретте сіздерге керемет бір жаңағыдай 5 эго состояниясы деген тақырыпты түсіндіргім келеді. 5 эго состояниясы дегеніміз жалпы не? 5 эго состояниясы деген ол 5-ке бөлінеді. Бұл жерде бірінші кезекте родитель состояниясы. Родитель деген яғни ата-ана. Родитель состояниясының өзі 2-ке бөлінеді бізде. Яғни заботливый родитель, және де критикующий, контролирующий деп айтады көбінесе. Бірде критикующий дейді, бірде контролирующий, бірақ екеуінің мағынасы бір-біріне ұқсас. Одан кейін взрослое состояние. Бірінші сабақта айттым ғой осы тақырып жайлы. И келесі бізде детское состояние. Адаптивный ребенок және де свободный ребенок. Мына жерде критикующий родитель и заботливый родитель. Енді критикующий, контролирующий деген ол жалпы контроль деген әрқашан баланы өзінің контролінде ұстайды. Яғни бүйтпе, сөйтпе, былай болмайды, андай болмайды, мынаны былай жаса деп әрқашан баланың шешімін, баланың қалауын сұрамау. Тек қана ата-ана шешу. Ата-ана шешеді, ата-ана реттейді, ата-ана баласының тұлға ретінде қалыптасуына былайша айтқанда тосқауыл болады. Ондай балалар өсе келе әрқашан біреудің ойына мұқтаж болып тұрады. Тіпті киім таңдау мәселесінде де өзі жалғыз барып киім таңдай алмайды. Мысалы, жаңағыдай менімен бірге баршы, менімен бірге киім таңдашы, немесе мен бүгін мынандай жерге барам, не деп айтам, қалай болады деген. Яғни мына жерде ата-ана бізде критикующий родитель болатын болса, критикующий, контролирующий родитель болатын болса, бізде автоматты түрде адаптивный ребенок қалыптасады. Яғни адаптивный ребенок деген баланың өзі әрқашан жалтақтап тұрады. Біреудің сөзіне, біреудің ойына, біреудің пікіріне қатты мұқтаждық болады ол балада. Яғни ол балада өзінің шешімі, өзінің ойы, өзінің көзқарасы, пікірі болмайды. Болғанның өзінде де ол оны нақты четко қалыптастыра алмайды. Енді келесі бізде заботливый родитель. Заботливый родительден бізде қандай бала туылады, яғни қандай бала қалыптасады, ол свободный ребенок. Свободный ребенок. Свободный ребенок дегеніміз, мысалы, заботливый родительден свободный ребенок қалыптасады. Заботливый деген ата-ана, яғни қамқор ата-ана. Қамқор, баласын тыңдайды, баласының көзқарасын естиді, баласының ой пікіріне жүгінеді, немесе балам, сен қалай ойлайсың, бұл ситуацияда қалай жасаған дұрыс? Мысалы, осы ретте Марғұлан Сейсенбайдың өте керемет бір пікірі маған қатты ұнайды. Ол кісі таңертең баланы балабақшаға жіберер алдында, немесе ұйықтар алдында баладан сұрау керек екен, жалпы сұрау маңызды екен. Балам, ертең сен балабақшаға қандай киім киесің? Мысалы, 3 футболканы көрсетіп, немесе 2 футболканы көрсетіп, мынаны киесің бе, жоқ әлде мынаны киесің бе деген сияқты. Сол кезде бала шешім қабылдайды, мен мынаны киемін. Немесе жалпы ислам дінінде өте керемет бір нәрсе бар. Ол біз әрқашан ер адамның айтқанына жүгінуіміз керек екен. Әрқашан деген кезде, мысалы, сізде бір ситуация бойынша сіз шешімін білмей тұрасыз, сол кезде Аллах тағала жауапты бірінші ер адамға жібереді екен. Сол кезде еріңізден, немесе балаңыздан, немесе ағаңыздан, әкеңізден сұрау өте маңызды. Әке, сіз қалай ойлайсыз? Жалпы сіздің ойыңыз қалай бұл ситуацияға байланысты деген сияқты. Әрине, сізде ол жерде өзіңіздің жеке пікіріңіз, жеке көзқарасыңыз болу керек, бірақ қасыңыздағы адамдармен де ақылдасу өте маңызды. Мысалы, кейде сол қабілетті баламды қалыптастыру үшін ұлымнан сұраймын: балам, қалай ойлайсың? Мына жолмен жүргеніміз дұрыс па, жоқ әлде мына жолмен жүргеніміз дұрыс па? Немесе балабақшаға мынаны киесің ба, жоқ мынаны киесің ба? Қайсысын таңдайсың? Немесе киім таңдаған кезде де балам, саған қай киім ұнайды деген сияқты. Яғни бұл жерде заботливый родительді дамыту, өзімізде дамыту арқылы біз не істейміз? Свободный ребенок қалыптастырамыз өзіміз. Ал енді бұл жерде қыздар
мынандай бір маңызды, өте маңызды нәрсе бар. Өзімізге бұл жалпы осы без эго состояние негізі өзіміздің ішімізде қалыптасып қалған. Өйткені біз критиканы естіп өскен ұрпақпыз. Біздің миымызда түпкі сана деген, қазір енді көпшілігіңіз оны білесіздер, бірақ тағы да қайталап айтамын, жазып аласыздар өздеріңізге. 95% адам түпкі санамен өмір сүреді, тек қана 5% біздің саналығымыз дамиды. Яғни біздің саналы болуымыз, ол біздің қазіргі таңда кітап оқуымыз, әртүрлі курстарға қатысуымыз, проработка жасауымыз, консультация өтуіміз деген осы 5%. Енді мына 95% піл болса, осы мысалы өзіме қатты ұнады, мына 5% тышқан. Адамға мысалмен тез жетеді дейді ғой. Енді қараңыз қыздар, піл өте үлкен, ірі, дәу. Піл, егер пілдің астында тышқан қалатын жағдай болса, аяғының астында, табанның астында, піл тышқанды не істейді? Піл тышқанды мыжып өлтіреді. Піл тышқанды мыжып өлтіреді. Яғни ол өліп қалады. Тура сол сияқты қыздар, біз 95% түпкі санамен өмір сүретін болсақ, дамымасақ, кітап оқымасақ, бүгінгі заман нарығына сай әрқашан жетіліп білім алып отырмасақ, не істейді? Мына 95% біздің түпкі санамыз мына тышқанды өлтіріп тастайды, яғни пілді өлтіріп тастайды, мына 95% жеңіп кетеді. Бірақ егер біз мына тышқанды пілдің үстіне отырғызып қойсақ, мына тышқанды пілдің үстіне отырғызып қойсақ, бұл тышқан не істейді? Пілді басқарады. Яғни басында отырып басқарып отырған. Сол үшін біз 5% өзіміздің саналығымызды дамытуымыз керек. Ал саналық деген не? Саналық деген не? Қараңыз. Критикующий родитель дегеніміз, бұл біздің өзіміздегі балалық шағымыздағы қалыптасып қалған эго состояние. Яғни біз 0 жастан біздің 6 жасымызға дейін қалыптасады. 0-дан 6-ға дейін қалыптасады. Жалпы анамыздың құрсағына біткеннен бастап қалыптасады ғой. Анамыздың құрсағында пайда болды, бітті, ол қалыптаса бастайды. Ата-анамыз бізге айтқан критикасы, бізді қолдамауы, тағы да басқа жандай сөздері, әртүрлі сөздер, мысалы, осы істейін жатырсың ба, мынау сенің істейтінің, немесе ананы істеме, болмайды. Біз сабақта 12 өмірлік сценарий, 12 негативті өмірлік сценарий деген тақырыпты өтетін боламыз, сол кезде түсіндірем. Ал жалпы қазір қысқаша ата-анадан естіген критика, немесе рұқсат бермеу, немесе бір ыдысты бір нәрсені сындырып қойған кезде бізге ұрсуы деген сияқты осы нәрселердің барлығы біздің түпкі санамызда анамыздың, әкеміздің дауысы ретінде қалыптасып қалады. Тіпті ата-ана болмаса да қоғамның дауысы болып біздің мына түпкі санамызда 95% миымызда қалыптасып қалады. Сол үшін де біз бір нәрсе жасамас бұрын әрқашан қорқақтап тұрамыз. Істесем бе екен оны, істемесем бе екен, керек пе, жоқ па деген сияқты біз әрқашан қорқақтап, жалтақтап тұрамыз. Бұл біздің критикующий родителіміз, ішіміздегі. Сіздің ата-анаңыз қазір қасыңызда болмаса да, мысалы, сізға студентсіз, немесе сіз анасыз, жарсыз, бір үйдің келінісіз, бірақ сіздің әке-шешеңіз, ата-анаңыз әрқашан қасыңызда айтып отырмаса да, критика айтпаса да, сізде мына критикующий родитель болады. Мысалы, күнделікті пісіріп жүрген тамағыңыз бүгін дұрыс піспей қалды. Мысалы, тұз аз болып қалады, қамырды дұрыс илемей қаласыз. Сол кезде не істейсіз сіз? Өз-өзіңізді іштей жеп қоясыз. Басқа адам сізге келіп бір сөз айтпай тұрып, сіз өз-өзіңізді жеп қоясыз. Соншама жыл келін болып, осыны сен қанша уақыт жасап жүрсің ғой, неге сен жасай алмай қалдың деген сияқты не істейсіз? Сіз өз-өзіңізді өзіңіз жеп қоясыз. Бұл критикующий родитель эго состояниясы. Енді бұл жерде қыздар өте маңызды нәрсе, біз айттық қой, мына саналықты дамытамыз. Саналықты дамыту өте маңызды. Өйткені біз саналықты дамытпайтын болсақ, біз әрқашан осы состояниеде өзімізді жеп жүреміз, яғни адаптивный ребенок бола береміз біз. Біз бала состояниесінде қаламызда мына ересек позициясына өтпейміз.
Ал ересек позициясы деген бұл нағыз өсу жолы, бұл даму жолы, бұл жауапкершілікті өз өзіңізге алу жолы, бұл Аллаға жақындау жолы. Жалпы ересек позициясына жету үшін бізге өз өзіңізге забота беру маңызды. Яғни қазіргі уақытта сіз ата-анаңыздан оны талап етіп ала алмайсыз. Сендер маған балалық шағымда мынаны берген жоқсыңдар, беріңдер деген сияқты компенсация жасай алмайсыз. Ол сіздің өзіңіздің сынағыңыздың даналығы. Бірақ сіз не істей аласыз? Мына 5% өзіңіздің саналығыңызды, өзіңіздің санаңызды дамыту арқылы сіз мына заботливый родитель арқылы өзіңізге свободный ребенок қалыптастыра аласыз. Жалпы заботливый родитель дегеніміз кім? Заботливый родитель дегеніміз ол сіз өзіңізге қамқорлық жасай білуіңіз. Мысалы, өзіңізге сұрақ қоюдан басталады. Сіз шаршап тұрсыз, бірақ сіз тіпті шаршағаныңызды сезбейсіз, өйткені сіз өзіңіздің сезімдеріңізге блок қойып тастағансыз. Бірінші кезекте өзіңізге сұрақ қойыңыз. Дәл қазір өзіңізге сұрақ қойыңыз. Жаным менің, сен не қалайсың? Бүгін не үшін көңіл күйің жоқ? Қалай ойлайсың? Не үшін ашуланып тұрсың? Не себеп болды? Деген сияқты өз-өзіңізге сұрақ қоя білу. Дұрыс сұрақ қоя білу. Содан кейін жауап кетеді. Келесі видеода маленькая девочка тапсырмасын орындаймыз, Алла қаласа. Енді өз-өзіңізге сұрақ қоясыз. Сен не қалайсың? Қалай қалайсың? Сол кезде жауаптар кетеді. Мынандай қалаймын, мынандай қалаймын. Бірақ егер сізде өзіңіздің сезіміңізді қатты басу болса, онда бірден болмайды. Ол нәрсе бірден келмейді. Бірақ бағана айттық қой, дискомфорттан комфорт жасалу, яғни әрқашан тоқтамай үздіксіз өз-өзіңізге адал болу. Ең жақсы даму жолы ол аз-аздан, бірақ үздіксіз. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның жақсы көретін амалдарының бірі ол аз-аздан үздіксіз. Яғни мысалы бүгін сіз керемет болып бір 10 мың, 20 мың, 30 мың, 50 мың садақа жіберуіңіз мүмкін, бірақ келесі күн жібермейсіз. Олай емес. Одан да сіз күнделікті садақаңызды 100 теңгеден жіберіңізші. Күнде таңертең ояндыңыз, садақа жіберіңіз 100 теңге. Болды. Сол сіздің амалыңыз Аллаға сүйкімдірек болады иншалла. Енді қазір мен осыны келесі сабақта тағы да ары қарай жалғастырып түсіндіремін.